Кеш жарық қазақ елі сөйлеп тұрған ғалым келмен Еуразия бірінші арнасында басты жаңалықтар. Әуелі әлқиссасын айтайын. Алматының мектептерінде теракт болуы мүмкін. Әлеуметтік желіде желде ескен хабар жұртты әбден әбігерге салды. Білім ордалары бақылауға алынып, қауіпсіздік шаралары күшейді. 20 миллионның креслосына кім отырады? Мұхтар Әуезов атындағы университет басшылары 200 мың теңгенің орындығын осыншаға сатып алған. Қаржы мониторингі мамандары біраз былықтың бетін ашты. Несиенің 5-6% жаңа түрі пайда болады. Үкіметте азаматтарды жан-жақты қолдау тетіктері талқыланды. Жеңілдетілген кредит кімдерге бұйырмақ? Отоба жігіттерде де жатыр бар екен. Оны емдеген емхана басшысы 52, екіншісі 124 пәтер сатып алған. Енді бірінің 14, келесісінің 24 көлігі бар. Халықтың ақшасын мәміс қайда жіберіп жатқаны белгілі болды. Бүгін бүкіл елдің назары Қызылордада. Құт қонған қасиетті мекенде 5-ші ұлттық құрылтай басталды. Дала демократиясының жалғасы болған салмақты шара 2 күнге созылып, түрлі саладағы түйткілдерді түйремек. Осы орайда секциялық отырыстарда кім қандай бастама көтерді? Сыр өңірінен тілшіміз Айзада Оразалы баяндайды. Ескіні қайта жаңғыртқан келелі кеңес Ұлтұя Сұлытауда, тарихы терең Түркістанда, мұнайлы өлке Атырау мен Бурабай баурайында өткен еді. Енді міне еліміздің алғашқы астанасы, талай алыптың баспанасы болған Қызылордада ұйымдастырылды. Секциялық отырыстарда әдеттегідей алдыңғы жиын нәтижелері айтылып, түрлі ұсыныс ортаға салынды. Мәселен, президент былтыр ерекше балаларға ерекше жағдай жасауды тапсырған еді. Бұл мақсатта барлық педагогтар біртұтас инклюзияға оқытылатын болыпты. Сондай-ақ суперкомпьютерлер алынып, елімізде пилоттық негізде 3 бірдей ғылыми қалашық белгіленген. Ендігі мақсат айқын, білім сапасын жақсарту, ақылды жүйені одан әрі дамытып, жасанды интеллект университетін ашу дейді министр Саясат Нұрбек. Биыл жасанды интеллект пен цифрлық даму жылы болып жарияланды. Жаңа университет құрылу тапсырмасы берілді біздің министрлік. Біз қазір 40-қа жуық мықты шетелдік университеттерді әкелдік. Соның 12-сінің негізінде, 12 филиалдың негізінде жасанды интеллект курстар оқытылып жатыр. Сондықтан мамандар болады. Қатысушылар білім ғылым қуған талантты жастарды талаптандыруға да тоқталды. Робототехникадан Қазақстанның жастары 4 дүркін чемпион. Ол бір елде қайталанбаған жағдай. Спортшыларымызды қалай қарсы аламыз? Сол математика, робототехника түрлі пәндерден олимпиадан жеңіп келген жастарымызда дәл солай қошемет көрсетіп, қарсы алып, елдің ортасына насихаттайтын болсақ, білім деген бір трендке айналар еді. Сондай құрылтай мүшелері оқушылардың денсаулығына алаңдаулы. Сөздерінше еліміздегі 6-9 жас аралығындағы әрбір 5-ші бала артық салмақпен ауыратын көрінеді. Сондықтан салауатты өмір салтына қатысты сабақ енгізуді ұсынды. Ал әлеуметтік мәдени даму секциясында ұлттық руханиятты көтеруге ерекше көңіл бөлінді. Жазушылар одағының төрағасы Мереке Құлкенов еліміздің облыстары мен қалаларында абай орталықтарын ашу қажет деп отыр. Оған қоса кішкентай оқырмандардың не оқып, не қойып жүргеніне жете мән берген жөн. Бүкіл Қазақстандағы мектептерге көркем шығармаларды апару деген. Міне осы мәселе әлі дұрыс жолға қойылмай жатыр. Оның 2 себебі бар. Бірінші, біздің оқу министрлігі қазір мүмкіндігіне қарай тек қана оқулықтарды сатып алады. Ал көркем шығармаларға арнайы қаржы бөлінбей тұр. Азаматтық қоғам экономикалық даму секцияларында біраз маңызды мәселе көтерілді. Кәсіпкерлерге қолдауды бақылайтын арнайы жүйе керек дейді. Сондай-ақ кадр тапшылығы да сөз болды. Еңбек ресурстарының тапшылығы. Бұл мәселені шешу үшін, мысалы үшін Моңғолиядағы өзіміздің қазақтарды, Қытайдағы, Өзбекстандағы, басқа елдердегі өзіміздің қандастарымызды тарту керек. Ол үшін осы солтүстік шығыс өңірлерге оларды көбірек тартудың экономикалық және әлеуметтік жағдайын жасау керек. Бәрін айтта, бірін айт, құрылтай несімен құнды. Мұнда небір мықты алып та, қарапайым халық та өз уәжін тікелей президентке жеткізе алады. Алқалы жиынның 110 мүшесі еліміздің түкпір-түкпірінен жиылды. Әрқайсының үні еленеді, үлкен қолдауға бөлінеді. Барлық ұсыныстар ұлттық құрылтайдың хатшылығы арқылы мұқият зерделеніп, тиісті қорытындылар жасалады. Жалпы президент тапсырмаларын орындау барысында ұлттық құрылтай аясында ауқымды жұмыстар атқарылды. Бүгінгі жиында да айтылған әрбір ұсыныстар мемлекет дамуына үлес қосады деп сенемін.
Құрылтай құр қатысатын жиын емес, түйдік тақырып төрге шығатын тарихи басқосу. Жыл сайын ауқымы кеңейіп, жемісі де көбейіп жатыр. Мәселен, Ұлытаудағы Ұлы кеңестен кейін республика мерекесі қайта оралды. Түркістандағы отырыстан соң вейп саудасы жоғалды. Атырауда айтылды, бала мен ананың үні естілді. Бурабайда айтылды, дін атын жамылғандар мен алаяқтарға деген аяушылық ескірді, үкімет оңдырмайтын болды ешкімді. Сондықтан ағайынның сыр елінен сүйінші күтетіні анық. Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен басты шара ертең өтеді. Айзада Оразалы, Ерсұлтан Берікболов, Еуразия бірінші арнасы, Қызылордадан. Ата заңымызға айтулы өзгеріс енгізіледі. Парламенттік реформаны жүзеге асыру аясында Конституцияның бірнеше бөлімі қайта қаралып жатыр. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық құрылтай алдындағы арнайы жұмыс тобының отырысында мәлімдеді. Ертең ел тағдырына қатысты елеулі ұсыныстар айтылмақ. Қыркүйектегі жолдаудан кейін заң шығарушы билік тармағын қайта форматтауға қатысты қоғамда қызу пікірталас өрбіген еді. Азаматтардан келіп түскен ұсыныстар көп, барлығы егжей-тегжейлі зерделенген. Сапалық тұрғыдан жаңа саяси тұрпаты қалыптасып жатқан Қазақстан үшін бұл маңызды қадам деді мемлекет басшысы. Ата заңымызға осыған дейін енгізілген өзгертулерді ескерсек, жұмыс тобы ұсынып отырған түзетулер жобасы Қазақстанның шын мәнінде жаңа конституциясы туралы айтуға мүмкіндік береді. Жаңа ғана аталып өткендей жұмыс тобына парламенттік реформа тақырыбынан тыс өзге де көптеген ұсыныстар келіп түсті. Онда басқа да билік институттарының тиімділігін арттыруға қатысты бастамалар бар. Алматы мектептерінде теракт болуы мүмкін. Әлеуметтік желіге қаладағы білім нысандарының біріне шабуыл жасалады деген ақпарат тараған. Полиция бұл хабарламаның жалған екенін айтып, оны таратқан адамды іздеп жатыр. Қазіргі уақытта мектептер толық бақылауға алынған. Жедел қызметтер күшейтілген режимге көшіп, балалар мен мұғалімдердің қауіпсіздігіне ерекше көңіл бөлініп отыр. Жалған ақпарат тарату фактісі бойынша жедел іздестіру іс-шаралары басталды. Фейк хабарламаның авторы және таралу көзі анықталуда. Оған қатысы бар тұлғалар қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапкершілікке тартылады. Азаматтарды сабыр сақтауға, дүрбелеңге бой алдырмауға және тек ресми ақпарат көздеріне, мемлекеттік органдар мен құқық қорғау құрылымдарының хабарламаларына ғана сенуге шақырамыз. Жеке емханадағы бір басшы 52, енді бірі 124 пәтер сатып алған. Қолығына құрық бойламайтындар міндетті әлеуметтік сақтандыру қорына тағы қол салыпты. Бұл туралы қаржы министрі Мәди Тәкиев үкіметтегі кеңесте мәлімдеді. Айтуынша салық органдары өзі қожа болған клиника басшыларының табысы мен мүлкіне бақылау жүргізген. Тексеру қорытындысында олардың небәрі бір жыл ішінде ондаған пәтер мен көлік сатып алған анықталыпты. Выявлены факты оказания... Салық органдары медициналық ұйым басшыларына қатысты камералдық бақылау жүргізіп, олардың табыстары мен сатып алған мүліктеріне талдау жасады. Тексеру көрсеткенде 2024-25 жылдар аралығында 1465 басшы 5000-нан астам жылжымайтын мүлік объектісін сатып алған, ал 912 адам 1416 автокөлік иеленген. Жекелеген басшылардың әрқайсысы 52-ден 124-ке дейін жылжымайтын мүлік объектісін және 14-тен 24-ке дейін автокөлік сатып алған. Жоғары оқу орнының креслосы 20 миллион теңге тұрады екен. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетіндегі былықтың беті ашылды. Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің хабарлауынша, бұл іске бірінші проректордың, қаржы және әкімшілік департаменттері басшыларының, қойма меңгерушісі мен мердігерлердің қатысы бар көрінеді. Яғни күдікке ілінгендер қыруар қаржыны игергенімен тауар жететін жеріне жетпеген, немесе жалған шарттар жасасқан. Нарықта құны 200 мың теңгеден аспайтын орындықты 20 миллион теңгеге сатып алған. Кейін ақшаны қолма-қол аударып өзара бөлісіпті. Сонымен қатар тозығы жеткен жабдықтарды тізімнен шығарғанымен кейін пайдаланып отыра берген. Осылайша ойына келгенін істегендер мемлекетке 321 миллион теңге залал келтіріпті. Тергеу барысында күдіктілер 264 миллион теңгені ерікті түрде өтеген. Сот санкциясымен олардың мүлкіне 4 тұрғын үйге, 1 автокөлікке, сондай-ақ банктік шоттардағы 40 миллион теңге көлеміндегі ақшалай қаражатқа тыйым салынды. Қылмыстық іс сотқа жолданды. Жаркентте бауыр еті баласын батареяға байлап тұрып, аяусыз сабаған безбүйрек ана қамауға алынды. 28 жастағы келіншек бар күшімен жұлқылап арқасынан тартып жіберген бүлдіршін өзінің туған баласы. Тоқтаусыз жылап жатқан перзенттің аузынан да ұрып үлгереді.
арасында теуіп көп жібереді. Әлеуметтік желіге жүктеген кім екені белгісіз, бірақ видеоны түсіріп тұрған адам да арашаламаған. Желіге тарап кеткен соң өңірлік учаскелік полицейлер әйелді уақытша ұстау изоляторына қамап, 2 баланы да отбасын қорғау орталығына орналастырды. Жаркент қаласындағы WhatsApp топтарында таратылған бейнежазба фактісі бойынша Панфилов аудандық полиция қызметкерлері жедел түрде тексеру жүргізді. Тексеру барысында 28 жастағы әйелдің кәмелетке толмаған баласына дене жарақатын салғаны анықталды. 2 бала қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында барлық ман-жайды анықталғанға дейін отбасын қолдау орталығына орналастырылды. Ал Шымкентте шешесінің жауыздығы 4 бауырды 4 жаққа бөлуге мәжбүр етті. Анасы өз балаларын көкала қойдай қып сабаған аздай денелеріне үтік басқан. Ең асыл, ең жақын адамнан қорлық көрген кішкентайлардың екеуі қазір ауруханада ем қабылдап жатыр. Енді бірі бүлдіршіндер үйіне тапсырылса, тағы бірін бейімдеу орталығына апарған. Аймақтағы тілші тарқатады. Денелерінің сау тамтығы қалмаған балалар өзге емес өз анасынан қорлықты көріп келген. Әсіресе 12 және 9 жастағы ұл қыздарын соққының астына алып, үтікпен күйдіріп, қызының шашын тықырлап алып тастапты. Немерелеріне жасалған сұмдықты көрген әжесінің жүрегі қарс айырылыпты. Ең сорақысы бұл қатыгездік бірнеше күн жалғасқан. Үтік басқан, темірмен ұрған, үтіктің шынырымен ұрған, қошқар атаның суына барып батырған, қайтып әкеп шарада үйге батырған, шаштарын алып тастаған, жұлған, бір-екі жеріне спичкамен күйдірген, сондай. 2 үлкен, 1 бала, 1 қызды, ана 2 кішкентайға тимеген. Осыларын издеваться ете берген 4 күнге шейін 5 жыл вилкада аузыны газға қойып, аузын күйдірген баланың. Туған анасының мазағына шыдап жүрген балалардың жағдайы туралы алғашқы болып мектеп мұғалімдері біліп қалған. Білім ордасы директорының сөзінше, қысқы демалыстан кейін балалар сабаққа келуін қойған. Ал анасы түрлі сылтау айтып, қашқақтай беріпті. Қазір қиындық көрген балаларға мектеп тарапынан да жан-жақты қолдау болатынын айтты. Балдармен жаңа қосымша сабақтар өткіземіз мектептің тарапынан. Өтіп кеткен тақырыптың бәрін қосымша сабақтар балаға жеңіл түрінде өткіземіз. Өйткені балдар осыншалықты травма алды ғой. Өтіп кеткен тақырыптардың бәрін мұғалімдер осы жерде қосымша сабақтар өткізіп, ары қарай жетілдіреміз. Өйткені балдар жақсы оқиды. 30 жастағы келіншек соңғы уақытта күйеуімен әңгімесі жараспай жүр екен. Жиі жанжалдан соң отағасы шетелге жұмыс істеуге кетіп қалыпты. Осыдан кейін қатыгез анасы барлық ашу-ызасын ұл қыздарынан алған көрінеді. Әке-шешесі, видимо, жаңа разводқа дейін жеткен, ажырасуға дейін. Сол моментте анасы депрессияға кіріп кеткен ба, білмеймін, неғып ондай болған. Сөйтіп 4 жасар баламен 1 жасар жаңа баланы неге өкіметтің несіне өткіздік. Біреуі жаңағы дом малютки, біреуі цанда қазір. Но болашақта жаңағы пока детдомға өтеді. Саннан кейін жаңа өзі реабилитациясы бар ғой. Анасы бүгінгі таңға уже следственном изоляторе. Қазір ауруханада жатқан балаларға медициналық көмектен бөліп психологиялық жәрдем беріліп жатыр. Ал 30 жасар қатыгез әйелдің психологиясында ауытқу жоқ екені сараптама арқылы дәлелденіпті. Сондықтан оған қылмыстық іс қозғалып, ол қазір уақытша ұстау абақтысында. Ал Францияда жұмыс істеп жүрген балалардың әкесі елге қайтып, әбден зәбір көрген ұл қыздарын өз қолына алмақшы. Ғалымжан Кенжебек, Жансерік Боранбаев, Еуразия бірінші арнасы, Шымкенттен. Шашынан тартып бетін тырнат. Атырауда автобуста қырғын болды. Баласы бар келіншек жас қызды орын бермеген үшін ұрып соққан. Мен соқтырған бұл! Жолаушылар арасындағы жанжал 51-ші автобуста болыпты. Орта жастағы әйел орын бермеген студент қызға қапаланып, шашын жұлып бетін тырнап жатыр. Қоғамдық көліктегілер екеуіне араша түскенімен біразға дейін ажырата алмапты. Дауды бастаған келіншек кейін дым болмағандай шығып кеткен. Ал студент қыз полицияға арыз жазды. Мен қасыма келді, маған бір ағаға орын берді. Мен ол ағаға келіп отырыңыз дегенде, ол аға тұрды. Жоқ, мен түсемін деді. Сосын отыра бердім, сосын ол маған тұрып балаға сөз айтып, мен басына қойып қалды, ол осылай соғып қалды. Сосын мен тұрдым да, неге ұрып тұрсыз дегенде, шашыма жауызып, мен бетімнен ұрып, тырнап мені. Күдіктінің ныспысы анықталып, көп ұзамай ұсталды. Қазір іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр екен.
Енді асыл тұқымды мал алуға 6%-бен несие беріледі. Бұл туралы ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров мәлімдеді. Ол үшін жыл сайын 300 миллиард теңге қажет екен. Оған қоса жем-шөппен жанар жағармай алу үшін тағы да 5%-лық мөлшерлемемен қаржы беріледі. 2026-2030 жылдарға арналған саланы дамытудың кешенді жоспарын қараған Олжас Бектенов тағы бір қатар міндет жүктеді. Үкімет басшысы алдағы 4 жылда ірі қараны 12 миллионға, ұсақ малды 28 миллионға жеткізуді тапсырды. Сөйтіп, ет экспортын арттыруды көздеп отыр. Сондай-ақ шопандар мен малшыларға 55 жасқа толғанда әлеуметтік төлем алу құқығы берілмек. Оқушыға керектің бәрі бар. Бүгін Павлодарда су жаңа мектебі ашылды. Нысан келешек мектептері жобасы аясында салынған. Мұнда балалар тіпті коворкинг орталықта ми тынықтырып, спорт және акт залдарында түрлі үйірмеге қатысып, қабілетін шыңдай алады. Қазақша оқытатын жаңа ғимаратқа қаладағы 3 мектептің оқушылары ауысып жатыр. Жалпы мектебіміздің жобалық қуаты 600 оқушыға арналған. Бүгінгі күні 805 оқушы партаға отырғызылды. Мектеп негізгі 2 ауысымнан оқиды, бірақ 1 мен 4 сынып аралығында оқушылар үшін ғана, ал 5 пен 11 сынып оқушылар үшін өте үлкен мүмкіндік. Бір ғана ауысымда білім алады. Бұл қосымша білім беруге үлкен мүмкіндік туғызып отыр. Оқу ордасында ұстаздар тапшылығы жоқ, 48 мұғалім жұмысқа кіру үшін байқаудан өтіпті. Бұл ғимарат келешек мектептері бағдарламасы аясында Павлодарда бой көтерген екінші нысан екен. Құрылысына мемлекеттік бюджеттен 4 миллиард теңге бөлінген. Бұдан бөлек шаһарда білім беретін тағы бір мектептің сметалық құжаты дайын, оның іргесі биыл сәуір айында қаланбақ. Бұл жобаларды осы оқушылардың орнының тапшылығын шешу бойынша жасалған жобалар. 2 жылда 2 мектеп құрылысы жүргізіліп, одан басқа 4 мектепке қосымша ғимарат салынды. Ол ғимараттарда бұл балалар немесе оқушылардың орындарының тапшылығын шешуге мақсатталған. Бірлік болсын әлемде, бірлік болсын елімізде. Әдемі тілек, жақсы сөз, бірақ қайталай берсең ән шыға ма? Немесе жігіт жолдас осылай билейді, қыз жолдас осылай билейді, інілер осылай билейді, қарындастар осылай билейді, әпкелер осылай билейді. Кім қалып билемеген? Бұдан былай, шимай шатпақ, түсініксіз тақпақ айтатындардың аузына қақпақ қойылады. Әсіресе қыз келіншектердің ар-намысына тиетін әнші сымақтарға тыйым салмақшы. Мына бір әнді өміріңізде бір рет болсын тыңдаған боларсыз. Ал мына әнге және мына бір туындыға тойда билемеген қазақ жоқ шығар. Енді осы сарында әндерге тыйым салынуы мүмкін. Себебі тұрпайы сөзі санағай сұмпайы ой салады дейді білетіндер. Мысалы, Қанай айтатын әндегі анайы сөз қызды кемсіту болса, Ақан Отыншиевтің сенің мойныңда менің іздерім дегені Еркебұлан Құмаровтың әңгіме салсам үйтіп-үйтіп маған тиді деп айтқаны тіпті ыңғайсыз әрі қысымның белгісі байқалады дейді мамандар. Тағы бір мысалы, жастардың сүйіктісіне айналған Калифорнияда әдемі әндеткенімен сөзінен сән кеткен сияқты. Дегенмен заңгер Айгерім Құсайынқызы мұндай туындылар мемлекет жүргізіп отырған саясатқа қайшы дүние дейді. Әр сөзіне талдау жасайтын болсақ, бұлар жасырын түрде зорлыққа үндейтін, адамның, әйел адамның тұлғалығынан, субъектілігінен айыратын, құнсыздандыратын, тікелей айтқанда антиконституциялық қозғалыс деп айтуға болады, батыл түрде. Ал филология ғылымдарының докторы профессор Гүлдархан Смағұлованың сөзінше рейтинг бірінші орынға шығып кеткен. Сөзі былай тұрсын, қазіргі әндерде қазақтың жыр өнеріне тән ұйқастар тіпті тасада қалғанын айтты. Әнші де, автор да кінәлі. Себебі өзі жазады, өзі орындайды. Ешкімнің шаруасы жоқ. Бірақ жауапкершілік деген керек емес пе? Қазақ сөзі немене, ол ала салып кез келген жерге бейдеп сөздерін бәрін қоса беретін ол автор кім соншалықты? Оның прагматикасы болу керек қой, керемет сөздер болу керек қой. Сол сөз әуеніне жақсы үйлескен кезде оны жұрттың бәрі жақсы тыңдайтын болады. Осыдан кейін әндердің сөзі біртүрлі өнер иелеріне хабарластық тұтқаны көтерген тек Қанай болды. Сыннан сабақ алғанға ұқсайды. Туарымнан алып тастауға дайын емеспін, алмаймын да. Бірақ мен ол әнді
живой адам ғой сахнада. Сол себепті мен Қаншық деген бір тағы Саят Медеуов ағамыздың шарт берген сөздерінің арасында жақсы сөздерін қосып араластырып айта беремін. Именно Қаншық дейтін сөз бар, кетті лақты демеймін, кетті қашты деп айтамын мен. Жалпы анайы сөздері бар зорлық-зомбылықты сипаттайтын әндердің авторларын тексеру туралы былтыр айтыла бастады. Ішкі істер министрі Ержан Саденов ондай туындыларға мониторинг жүргізіледі деген еді. Если в содержании Егер мәтіннің мазмұнында зорлық-зомбылыққа шақыру сынды ой болса, онда біз оны қараймыз. Әзірге ондай ән естімедім, бірақ әрине реакция болуға тиіс. Мониторинг жасау керек. Біз онсыз да тексеріс жүргізіп отырамыз. Контентіне байланысты баға береміз. Дегенмен заңгер Айгерім Құсайынқызы авторлардың шығармашылық еркіндігіне сыза түспей ме деген мәселені де естен шығармау керек екенін айтты. Әншілердің сөзіне талдау жасаған кезде түсінуіміз керек. Бұл сын қандай мақсатпен айтылып отыр? Ол әнді тыңдайтын адамда, әннің есері бар деген кезде талас тудыратын мәселе. Біздің Конституциямыздың 20-шы бабында цензураға тыйым салынады. Сондықтан шығармашылық еркіндік рухани құндылықтарды төмендетуден тұрмайтынын, қыздарды кінәлауды романтизациялауға болмайтынын әншілер ескеруі қажет дейді маман. Өнер екенде тым еркінсіп кету құрдымға апаратынын сахнада жүргендер санасына сіңірсе артық болмас. Маржан Үсіпбек, Рустам Әбілдинов, Мейірбек Абдрахман, Еуразия бірінші арнасы. Тау қателікті кешірмейді. Туристерді магнитше тартатын Альпіде кенет қар көшіп, альпинистерді басып қалды. Оқыс оқиғадан 8 спортшы опат болды. Құтқарушылардың сөзінше апат туралы оларға алдын ала хабарланған екен. Бірақ экстримді қалаған спортшылар ескертуді елемеген көрінеді. Жақандағы осы және өзге де оқиғалар келесі топтамада. Пиреней түбегінде қайғылы оқиға. Испанияда жүрдек пойызы рельстен шығып кетіп, қарама-қарсы бағыттағы құраммен соқтығысып қалды. Төтенше оқиға елдің Кордова провинциясында тіркелді. Аударылған құрам Малага қаласынан Мадридке бағыт алған. Апаттан 39 жолаушы опат болды. Тағы 123 адам түрлі дене жарақатын алған. Сондай-ақ 5 жолаушының жағдайы ауыр. Олар жансақтау бөлімінде жатыр. Корольдіктің көлік министрінің сөзінше, төтенше оқиға рельстің оқтай түзу бөлігінде болыпты. Бір қызығы, бұл участок жуырда ғана күрделі жөндеуден өткізілген. Қазір апатқа байланысты Испанияда абыр-сабыр басталып, құзырлы органдар істі жан-жақты тексеруге уәде берді. Төтенше оқиғаға байланысты Испания короліне Франция президенті Еуропалық комиссия төрағасы көңіл айтты. Оңтүстік Америкада орман өрті өршіп тұр. Тілсіз жау бір ғана Чилиде мыңдаған гектар ағаштың күлін көкке ұшырды. Құтқарушылар Қызыл жалынның 33 ошағын өшіруге жанталасып жатыр. Алапат өрт әсіресе Ньюбле мен Био облыстарын қатты шарпыған, көзілеспес жылдамдықпен тараған тілсіз жау ел астанасы Сантьягоға да жақындап қалды. Төтенше оқиғадан мемлекетте 18 адам опат болыпты. Құрбандардың саны бұдан да көп болуы мүмкін. Себебі көк түтін басқан кейбір аймақтарға құтқарушылар әлі жете алмай жатыр. Айта кету керек, Чили жұрты орман өртімен жыл сайын бетпе-бет келеді. Тіпті оның себебі көп жағдайда адами фактормен тікелей байланысты. Ресейдің адам аяғы баса бермейтін қиыр шығысында қарлы апокалипсис. Аймақтағы Камчатка түбегінде соңғы 146 жылда жаумаған ақ ұлпа төкті. Табиғаттың тосын мінезі Петропавл Камчатский қаласының тыныс тіршілігін бір сәтке тоқтатып тастады. Соңғы деректерге сәйкес төтенше оқиғадан 2 адам опат болған. Тіпті боз қыраудың көптігі соншалық 9 қабатта тұрғын үйдің бір бөлігін жауып қалыпты. Бірақ тұрғындарға да қызық керек. Асай мүсейін сайлаған балалар биік анжырдың үстіне шанамен сырғана бәлек. Ал аймақтың коммуналдық қызметі бірнеше ауысыммен тәулік бойы жұмыс істеуге мәжбүр. Себебі үйме қар, балабақша, мектеп, жолдың біраз бөлігін басып қалған. Қала әкімшілігі аймақта жергілікті деңгейде төтенше жағдай жариялады. Барлық темір жол, әуе рейстері кейінге қалдырылды. ақш-тың Сан-Диего қаласындағы кітапханада таңғажайып оқиға. Белгісіз азамат оқуға алған кітапты арада 46 жыл өткен соң қайтарып берді. Ол шығармасын поштамен салып жіберген. Bir қызығы, кітапхана жарты ғасырдан бері ондаған ғимарат ауыстырып, ары бері көшіп жүрген екен. Бірақ соның өзінде ұяты бар азамат кішігірім зерттеу жүргізіп, мамандарды іздеп тауып алған. Шетелдік басылымдардың дерегінше, Шейла Бернфордтың таңғажайып саяхат романын белгісіз азамат 1980 жылы оқуға алған екен. Қайтарылған туындының ішіне тұрғын кешіктіргенім үшін кешірім сұраймын деп бір тілім қағаз бен жүректің суретін қалдырған. Құпия оқырманның әрекетіне риза болған кітапхана басшылығы кешіктірілген шығармалар үшін салынатын айыппұлдарды алып тастады.
Түркістан болашақ гроссмейстерлерді қабылдауға дайын. Ертең рухани Астанада шахматтан Қазақстан чемпионаты басталады. Спорттық шара 6 жастан 18 жасқа дейінгі жастар арасында өтеді. Аталған турнир шешуші кезеңдердің бірі екен. Демек, осы дүбірлі додада биыл халықаралық аренада ел намысын қорғайтын ұлттық құрамаға кімдердің енетіні анықталады. Бәсекеде Батуми қаласында өтетін әлем кубогына және Италия мен Бразилияда ұйымдастырылатын әлем чемпионаттарына тікелей жолдамалар сарапқа салынбақ. Айтарым осы ардақты ағайын, назарыңызға рахмет. Арнамыздан алыстап, жаңалықтан қалысқап жүрмеңіздер. Дидарласқанша.